1208 жылдың күзі. Мамық төсекте шалқасынан жатқан көчудің ұйқысы келер емес. Киіз үйдің түндігінен жымыңдасқан жұлдыздарға қарап әртүрлі мазасыз ойдың құшағында ояу жатыр. Қазір оның аяғы ауыр. Айы күні жетіп отырған шақ. Көңілі алаң, жүрексінетін секілді. Көчу енді бір сәт түнгі дыбысқа құлақ түрді. Ошақтың қасына жантая кеткен қызметшісі Үлші бір сарынмен пыс-пыс етеді. Үлші ғана емес, бүкіл ауыл тәтті ұйқыға батқан. Көрші үйдің бірінен әлде біреудің қорлы, әріректегі бір үйден жас баланың жылаған даусы құлаққа келеді. Анда-санда желідегі аттардың пысқырғаны естіліп қалады. Бөтен дыбыс жоқ. Тіпті ауыл иттері де дамыл тапқан. Тек гуілдеген желдің сарыны тынар емес. Жалғыз жортқан аш қасқырдай ішін тарта ұлиды. Жас әйелдің тұла бойы тітіркеніп кетті. Көрпесін қымтана түсіп, «Үлші!» деді. Өз атын естіген қызметші әйел ұйқылы ояу. «Не болды? Әйелдерді шақырайын ба?» деді абдырап. «Жоқ!» деді көчу дауысын созып. Қызметшінің өзін түсінбегендігіне қынжылғандай. Үлші орнынан тұрып ошақ басына келді. Сөне бастаған қоламтаны аударыстырып тамызық салды. От тұтанған соң бір құшақ қу шырпы тастады. Сәлден кейін алаулаған от сәулесінің әсерінен киіз үйдің іші күндізгідей анық көріне бастады. Көчу айналасына көз жүгіртті. Мұндағы әрбір зат таныс. Тек дүниеге бүгін ертең келетін нәрестеге арналған ағаш бесіктің төрден орын алғанына көп болған жоқ. Осы бір сүйкімді, жаңа бұйымға қарап жатқан көчудің бойында ерекше сезім пайда болды. Оның болашақ иесі өзінің жүрегінің астында екенін ойлап, алақанымен ішін сипады. Сол-ақ екен келіншектің бойын аналық мейірім баурап әкетті. Өзін бақытты сезінген ол одан әрі талмаусырап тәтті қиял құшағына ене берді. Көзі енді ілініп бара жатыр екен, иттердің абалаған даусынан оянды. Басын жастықтан жұлып алып тың-тыңдады. Әлде қайдан ат тұяғының дүсірі құлағына жеткендей болды. Келіншектің жүрегі де дүрсілдеп өрекпей жөнелді. Даланы бастарына көтеріп шабалана үрген иттер аттыларға қарай жүгірді. Ушудан оянған ауыл адамдарды да жапа-тармағай тысқа шығып бір-бірімен абыр-сабыр сөйлесіп жатыр. Осы кезде атты жолаушының да даусы естілді. «Жошы, жорықтан жошы келе жатыр!» Қуаныштан асып сасқан көчу күйеуінің алдынан шықпақ болып орнынан тұра беріп еді, іші бүріп ала жөнелді. Бұрын соңды мұндайды көрмеген келіншек бар даусымен шыңғырып жіберді. Абдыраған Үлші далаға атып шықты. Кешікпей ол бірнеше кексе әйелді ертіп алып келді. Олар Үлші секілді емес, байсалды. Қимылдары да сабырлы. Әйелдер келе сала толға қысқан келіншекті қаумалап аспай-саспай өз істеріне кірісіп кетті. Көрші үйде қабаттап салынған қалың киіздің үстінде малдас құрып жошы отыр. Ол көчудің даусын естігісі келіп құлақ түрді. Бірақ жұрттың әңгімесі ештеңе естіртпеді. Себебі киіз үйдің екі жағына ала жағалай өңге ақсүйектер жайғасқан еді. Бағанадан ауыздары бір тынбай отырған олар Үлші кіріп келгенде сөздерін доғарып аңтарыла қалды. «Тақсыр, ат ұстарың келді дүниеге. Бауы берік болсын!» Үлші осыны айтты да бұрылып шығып кетті. Жошының жүзі жайнап сала берді. Бір сәтте тына қалған үй іші қайтадан кеу-кеуге басты. Егде тартқан бір ноян қозғалып қойып, «Қуанышың құтты болсын, Жошы ханзада!» деді. «Қуаныш ортақ қой, елші ноян. Сәбиді дүниеге әкелген сенің қызың емес пе? Жиеніңнің өмір жасы ұзақ болғай!» Жорықта жүріп үйдің дәмін сағынып келгендер мынандай қуаныштың үстінде алдарына келген асқа ерекше тәбетпен қарады. Түгесе жеп, сарқа ішті. Көңілді қонақасыдан соң жошы халықтың сәбидің шілдеқана тойына шақыратынын хабарлады. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды деген емес пе? Хан әулетінің тойына ел тайлы таяғы қалмай ағылды. Кішкентай орда еженді жетектеп жошының бәйбішесі Сартақ қатында жетті.
Ес біліп қалған орда ежен анасының шапанының етегінен ұстап алған. Жаңа туған інісін көргісі келіп, мойын созып қояды. Міне, халықтың күткені, тойдың мәртебелі қонағы Шыңғысхан немересін көруге үзеңгілі жолдастармен өзі келе жатыр. Ұлы хан атынан түсіп, тізгінін нөкеріне ұстатты. Көчу сәбиін көтеріп атасының алдынан шықты. Тізерлеп отыра қалып, тағзым етіп баланы ұлы ханға ұсынды. Көчу қатын, сен біздің әулетке қуаныш әкелдің. Бірақ қуаныштың зоры мына бала әулетіміздің даңқын асырып, атақты хан атанғанда болмақ. Жошының артында тұрған елшін оямас айраған жұрттың гу-гуіне дауысын асыра. Немереңе ат қой, деді айқайлап. Қаумалаған көпшілікте бір ауыздан ілпі әкетті. Иә, нәрестенің есімін ұлы атасы атасын. Шыңғысхан оң қолын жоғары көтеріп, у-шу сап тыйылды. Баланың есімі Бату. Бұл күн бүкіл елдің жадында мықтап сақталды. Нәрестенің өз есімі аталғанда шалықтап күлгенін, мұны көрген Шыңғысхан немересін қолына алып басына асыра көтерген жұртшылық көкке дейін жырғып айтып жүрді. Ырымшыл халық Бату ұлы атасынан да асып түсуге тиіс деп жорыды. 3 күн, 3 түнге жалғасқан той тарқап, күнделікті күйбің тірлікте басталды. Көшпенді елдің бар тірлігі малдың жайымен ел көшіп қонып жүріп жатты. Әдетте, көшпенділер жыл сайын көктем туа жаңа жылды қарсы алуға қырға шығатын. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін түгел жиылып, өздерінше бір мәре-сәре болып қалатын. Бұл халықтың асыға күтетін мерекесінің бірі күнменен түннің теңесетін шағы. Мал сойылып, қазан асылатын, ән шырқалып, күй тартылатын. Мереке әсіресе балуандар сайысымен, ат бәйгесімен жандана түсетін. Көктемнің мерекелі күндері тым ұзаққа созылмайтын. Жаз басталар басталмастан күн ысып, қырдың көгі тез қурайды. Қырдың сәні кетісімен көшпенділер тау етегіне қоныс аударатын. Сайдың көк майса шалғыны жаздай басылмайды. Жылдың ең ұзақ күнін көшпенділер осы жайлауда тойлайды. Күз түсісімен олар қайта қырға оралады. Сөйтіп қыс бойы Анон, Керулен толы өзендерінің жағасын қыстап шығатын. Көктем шыға осы тірлік қайта басталатын. Бұл ғасырлар бойы ұлы даланы мекен еткен көшпенді халықтың бұлжымайтын тұрмыс заңдылығы еді. Күнді күндер қуалап, айды айлар, жылды жылдар басып, уақыт жылжып өте берді. Бала Бату көшпенді өмірге әбден үйренді. Арба шайқаған ұзақ жол, шұрқыраған малдың шуы, малшылардың айқай сүрені, бәрі ол үшін үйреншікті нәрсеге айналды. Ауыл ол кезде тыныш еді. Ұлы ханның немересі уайым қайғы көрмей өсіп келе жатты. Шыңғысхан бұл кезде атақты Алтан хан әмірлігіндегі Цин империясымен соғысып жатқан болатын. Соғысқа аттанарда жошы Батуға, сен атқа отыратын күнге жеткен кезде ораламын деп уәде берген. Атқа мінуді тез үйренсем, әкем үйге тезірек қайтады деген оймен Бату бұл өнерді бар ықыласымен меңгерді. Міне, әкесінің үйге оралар мезгілі де жетті. 1216 жылдың көктемі. Қырдың мың сан гүлі жайнап, даланың құлпырып тұрған уағы. Бату мен ағасы орда ежен әпкелерінің алдынан шықпақ болып атқа мінді. Екеуі желе жортып алдағы биік шоқырлардың біріне қарай жүрді. Қалың жусан басқан төбешікке шыққанда шұбатылып келе жатқан әскер бірден көзге түсті. Мыңдаған ат тұяғынан көтерілген шаң будақтап, аспан мен жердің арасын тұтастырып жібергендей. Оған қызарып батып бара жатқан күн сәулесі жалқынданған көкжиектің суреті қосылғанда, жалпақ дала өрт құшағына оранғандай көрінеді. Әскердің ең алдында есік пен төрде торы айғыр мінген жошы. Ол екі салт аттыны анадайдан таныды. Бәлі, мына екі батыр менің ұлдарым ғой. Жошы екі ұлымен қалың қолдан оқшаулана берді. Жердің көгі мол. Түкті кілемде келе жатқандай астарындағы аттарының тұяқ дыбысы да естілмейді. Жошының бір байқағаны, Бату ат үстінде бойын тік ұстауға тырысады екен. Баласының бұл қылығына әкесінің көңілі кәдімгідей марқайып қалды. Кенет алдарындағы төбеден бері асып құйғытып бір үйірде құлан шыға келді.
Қарсы келе жатқан қалың тобырды байқап қалып бір бүйірлеп жалт берді. Жошы дереу садағымен жебесіне қол салды. Көзді ашып жұмғанша екі құланды атып түсірді. Екі баланың таңданысында шек жоқ. Сәлден соң төбе астынан 4 салт атты көрінді. Жануарлар солардан қашқан екен. Әлгілердің үшеуі құландарды қуып кетті де біреуі бұларға қарай бұрылды. Атқаның мүлт кетпейтін нағыз мерген екенсің, Жош ханзада. Амансың ба, Сүбедей Баһадүр? Бүгін өзі ерекше күн. Жеңісті жорықтан келе жатқан едім. Ұлдарым қарсы алды. Үйге соқ, өзімізше бір тойлайық. Айтсаң болды, қонаққа барудан біз қашпаймыз. Жалпақ елге атаңыз боп тараған Сүбедей Баһадүрді Бату ең алғаш осылай кездестірді. Жұрт аузындағы әңгімеге қарап Сүбедейді қалың қолға жалғыз шабар етегінің албынындай көретін. Ал мына көз алдындағы Сүбедейдің бойында елден ерек ештеңе жоқ. Батудың басына, егер өзі кәдімгі адам болса, онда сауыт сайманы, қару жарағының таңғажайып сиқырлы күші болғаны ғой, деген ой келді. Кеш түсе ауылға Сүбедейді ат басын тіреді. Күндізгі атып алған құлан етінен пісірілген қуырдақты мақтай отырып, көп нәрсені сөз етті. Көңілді әңгімелер айтты. Ас ішіп болған соң Цин империясына жасалған жорық жайлы әңгіме шертті. Балалардың көздері Сүбедей Баһадүрдің сауыты мен қарауларында, құлақтары әңгімеде. Ұзақ сұхбаттан Батудың ұққаны, бұлар бас аяғы 6 айдың ішінде 90 қаланы бағындырып, Хуанхэ өзеніне дейін жетіпті. Сүбедей Баһадүр қайтарында жол дорбасындағы заттарды екі баланың алдына жайып салып, қалағандарыңды алыңдар деді. Орда ежен әдемі тұңғыз қанжарын, ал Бату жылан бауыр етіп өрілген татар қамшысын таңдады. Мына қамшыда сиқырлы шығар? Әрине, сиқырлы. Екі бала сыр бермегенмен іште ерекше қуанышты еді. Қуанбағанда ше, атақты Баһадүрдің өзі бұлардың үйінде қонақта болды. Осындай батырлардың арқасы емес пе, ауылдарының бейбіт өмір сүріп жатқаны. Дегенмен жаулары да қарап жатпады. Алтайда меркіттер мен наймандар қол жиып жатқан көрінеді. Шыңғысхан оларға қарсы Жошы мен Сүбедейді аттандырды. Олар жауды жеңіп тез оралды. Бірақ тыныш өмір ұзаққа созылмады. Мұхаммед Хорезм шахпен арада жанжал шықты. Мұхаммед шах осал жау емес екен. Онымен соғысқа бүкіл әскер аттанды. Ел шекарасы қариялар мен бозбалалардың қарауына қалды. Кешікпей жаушылар қуанышты хабарлар әкеле бастады. Ауылдағы әйел, балалар үшін бұл көңілге медеу болатын. Отырар, Сығанақ, Хорезм секілді үлкен қалалармен бірге сартауылдардың астанасы Самарқанд беріліпті. Әрине, бұл жеңістер оңайлықпен келген жоқ. Тіпті жеңіліс тапқан кездерде болды. Мұхаммед Хорезм шахтың ұлы Жалал ад-Дин Ауғанстанда қол жиып Шыңғысханның бір түменіне күйрете соққы берді. Еділ бұлғарлары да жан аямай қарсылық көрсетті. Солармен болған ұрыста атақты Жебен Оян мерт болып, Сүбедей Баһадүр өлімді боп жараланды. Ел ішіне сол хабарлар да жетіп тұрды. Соғыс созылған сайын ауыл-ауылдағы азалы үйлер көбейе түсті. Төбе құйқаны шымырлатар зарлы жоқтау, жетім жесірлердің қайғы мұңы бала Батуға ауыр тиетін. Әсіресе қаралы хабар келген кезде Бату ауылда байыз тауып тұра алмайтын. Ауылдастарының жан күйзелісіне шыдамай атқа мініп дала кезіп кететінді шығарды. Жаздың шыжған ыстық күні, нағыз ми қайнатар аптап. Күнге күйген сары даланың қай жағына қарасаң да бұлдыраған сағым. Далада жортқан аңда кезікпейді. Тек анда-санда шырқау көктен құлаш қанат дала бүркіті мен ін аузында басын қылтитып, сәл нәрседен сезіктенсе жып етіп кіріп кетуге әзір саршұнақтар ғана жолығады. Жылдың бұл мезгілінде шөбі қуаң тартып, сыйдиған селеуі ғана көзге түсетін маңдала тым жұтаң әрі қатал көрінетін. Жал-жал құмдауыт бұйра түйбелердің шегі жоқтай. Әр жерден шоқ-шоқ болып өскен сексеуіл ұшырасады. Көз тоқтатар басқа ештеңе жоқ. Дала осы жалаңаш шексіздігімен айбарлы, тіпті айбынды. Көкжиекпен астасып жатқан ұлы даланы бала Бату мұхитқа ұқсататын.
Халқының ата қонысы туған жердің қадір-қасиетін ұғынып шын түсіне бастаған шағы да осы кез. Мына даланы мекен еткен адамның осында өсіп жетілген тұтас халықтың қайсар, шымыр, қатал, әрі сабырлы болмауы мүмкін емес. Ал мұндай халықты ең табанды, қайсар жан ғана басқара алмақ. Егер хан болғың келсе, онда да атыңа сай Бату хан болам десең, табанды, қайсар болуға тиіссің. Азалы ауылдан қашқандай болып шыққан бала Батудың бүгінгі түйгені осы. Ол осы оймен ат басын кері бұрды. Ауыл қонған шағын тоғай сонадайдан қарауытып көзге түседі. Су бойына жақын бұл маңның шөп, қурайы, бұта, жаңғылы өзгеше. Жасыл желегі молырақ. Міне, ауыл үйлері де анық көріне бастады. Ауыл шетіне таянғанда байқаса, бұлардың үйінің алдында қара-құрым халық шоғырланып қалыпты. Жиылған жұрт Батуды азан-қазан жылап қарсы алды. Көптің арасынан бір шабарман бөлініп шығып, елші қоян қан майданда, ұрыс алаңында ерлікпен мерт болды деп естіртті. Бату барынша тістеніп жыламауға тырысты. Бір сәтте нағашысын ой елегінен өткізді. Өзін алға шатқа көтеріп мінгізгені, ат үстінде қалай отыруды, садақ атуды, қылыш сілтеуді үйреткені көз алдынан өте берді. Жан-жақтан көңіл айтып келушілер көпке дейін тыйылмады. Көчу қатын мен Батуға әркім өзінше басу айтып жатты. Мынадай ауыр күнде сырт айналмай қайғысын бөлісіп жатқандарға Бату іштей риза еді. Расында, бұл көңілге үлкен демеу екенін ұқты. Ал өзі ше, басқалардың басына қайғы түскенде ауылдан безгені қалай? Ін аузында қылтиып, сәл қадерден жып беретін саршұнақтан айырман болғаны ма? Бұған дейін осыны ойламағанына өкінді. Енді бұлай етпеске өз есіне серт етті. Соғыс бітті, бірақ қаралы хабар бір үзілген емес. Келе-келе Бату қандай хабарды да бойын бекем ұстап тыңдауға әдеттенді. Қаза шыққан үймен бірге ол да аза тұтып, қайғыларынан ортақтасатын болды. Бұл Батудың туған халқының жан дүниесін түсінуінің басы еді. Батуға әділдік іздеп, көмек сұрап келушілер де көп болатын. Бату еш қайсына жоқ демейтін, және не нәрсені де әділ шешуге тырысатын. Соғыста қаза тапқан жауынгерлер мен көп балалы отбасыларына қол ұшын беруге ұмтылатын. Осынысы үшін халық оны ерекше құрметтейтін. Жас күнінде Сайын хан атанғаны да содан еді. Бұл күнде жошы дешті Қыпшақ өлкесінің шығыс аймағын өзіне қаратып үлгергенді. Осы жерде оны ақ киізге көтеріп хан сайлады. Жошы өз ордасын Арал теңізінің теріскейіне орналастырды. Міне, Бату да бүкіл ауылымен сонда көшіп келе жатыр. Жол оңай болған жоқ. 6 айдан асып ертістен өтті. Жүздеген күймелі арба, отар-отар қой мен үйір-үйір жылқы Қыпшақ даласын басып қаптап келеді. Осының бәріне Батудың өзі бас көз болып жүр. Күйменің божысын тартып отырған үлші Батуға қарап, азамат болды деген осы деп таңдана басын шайқады. Әкесі танымай қалатын шығар, деді көчу қатын күлімсірей. Өңінен мақтаныш сезімі байқалады. Айтқанындай-ақ, жошы жастығына қарамай ерте есейген, мығым денелі ұлын дегенде танымай қала жаздады. Сарыарқаның жел күнімен өңі қоңырқай тартқан жауырына қақпақтай Бату сырт қарағанда ысылған жауынгер секілді. Астында ауыздығымен алысқан атандай құла айғыр. Жошы ат басын тартып тұра қалып, ұлына таңырқай қарады. Сен өзің жігіт болып қалыпсың ау. Тәңірге мың алғыс. Сізді сауат саламат көргеніме қуаныштымын, әке. Мен де қуаныштымын. Азамат болды дегенді естіп әдейі шақырттым. Жарайсың, уақытыңды бос өткізбегенің көрініп тұр. Енді маған мына ұлысты басқаруға көмектесесің. Осыны айтып әкесі Батуға қарап ойланып қалды. Мына балаға не шаруа тапсыруға болады деп тұрғандай. Сонан соң атын тебініп қалып ордасына қарай жүрді. Бату соңынан ілесті. Оңаша шыққанда әкесі әлгінде үзілген әңгімесін қайта жалғады. Мұнда ауылдағыда жайбарақат тірлік жоқ. Теріскейде бұлғарлар, күнгейде оғыздар аңдып отыр.
Мына байтақ Қыпшақ даласының тек шығыс аймағын ғана қараттым. Батыс жағы әлі бағынған жоқ. Батыс қыпшақтардың көпшілігі жайықтан әрі өтіп кетті. Біразы үстіртте. Мұнда қалғандарының өзі кек алудың сәтін күтіп жүрген сыңайлы. Иә, қанша дегенмен жақындарынан айырылды ғой. Оларды түсінуге болатын шығар. Дұрыс айтасың. Майданда қаншама есіл ер мерт болды. Уақыт өтіп, арттарында қалған жетімектер ер жетіп келеді. Қазірдің өзінде солар түнемелік жылқы ұрлап, күндіз жол торып елдің мазасын алуда. Әкесінің айтқандарына көп кешікпей батудың көзі жетті. Әсіресе жылқы ұрлап айдап әкететіндер бой берер емес. Ұйымдасқан қарақшылар ұлыстың біресе ана жағынан, біресе мына жағынан шығып әбден мезі қылды. Бірде қасқырдай жалаңдаған осы қарақшылардың біреуі қолға түсті. Ұрыны әшкерлеп, хан ордасының алдына үлкен діңгекке байлап қойды. Соны көрмек болып біраз жұрт жиылды. Ұры жас болғанымен өңнен өмірдің талай ауыртпалығының табыт байқалатындай. Әрі бет аузы, қас қабағы жарадан көрінбейді. Көкпеңбек, жалт-жұлт етіп от шашқан жанарында қайсарлықтың белгісі бар. Қысқалау сарғыш шашының әр жеріне қан қатыпты. Жейдесі жыртылған, үстінде басқа ештеңе жоқ. Тері шалбармен былғары етігі ғана дін аман. Анталаған көпшіліктің ішінен бірлі жарым әйелдер шығып ұрысып, біреулері балағаттап жатыр. Бетіне түкіріп, қолына түскен бірдеңелерді лақтырып ұрмақ болғандар да бар. Бір-екі шал шауқан оларға тыйым салып та жатты. Байлаулы жігітке бірдеңе айтпақ болып жақын барған бір кейуана оның түріне қарап іркіліп қалды. Жігіттің бет аузына үңіле түсіп айқайлап жіберді. «Әй, мынау алшы татар итқараның өзі ғой. Қолға түскен екенсің де, оңбаған». Әйелдің сөзін естіп хан ордасынан дөңкеген жолшы шықты. Теңселе басып ұрының жанына барды. Діңгектен босатып, ақ ордаға ақырай алып жүрді. Ұры қарсылық көрсеткен жоқ. Шыққан тегінің осалы еместігін көрсеткісі келгендей бойын тік ұстап, аяғын тәкаппар басып ере берді. Киіз үйдің төрінде малдас құрып, қабағы тұнжырап жошы отыр. Екі жағына керегені жағалай нояндар, белді рубасылар жайғасқан. Олар алдарына әкелінген екі қолы артына қайра байланған тұтқынға дұрыстап назарда салған жоқ. Ұры қарақшы қандай болады екен дегендей барлай қараған бату ғана. Екі иығына екі кісі мінгендей еңгезердей жолшы тұтқын жігітті арқасынан қамшысымен нұқып, әмірлі дауыспен «Айт!» деді. «Несін айтам? Кемпірдің танығаны өтірік». «Өтірік?» Сөзге жүзбасы бұрындай араласты. «Сенің руыңның қонысын айтпасаң да білеміз. Біздің сарбаздардың қылышының қараулы екенін ұмытайын деген екенсіңдер. Жошы хан рұқсат ет, қазір барып шауып келейін». Жошы оған алара қарап шолақ қайырды. «Жетер». Жүзбасы мойын ішіне тығып үндемей қалды. «Сен расымен-ақ аулыңды тағы да соғыс өрті шарпып, туған туысыңның жасықсыз қаны төгілгенін тілейсің бе?» Мұны айтқан көпті көрген қарт ноян илшидай болатын. Ол тұтқынға қадала қарап сөйледі. Тұтқын болса, көзін ала қашып, құнжыңдап, біраз отырған соң бойын тіктеді. «Әкей, сөздерің мірдің оғындай, жанды жеріме тиіп ақ тұр. Рас, біздің халық соғыс зардабын тартудан ақ тартты. Жау жүрек сарбаздар қан майданда ажал құшты. Бірақ арттарында біз құсаған ұлдары қалды». Мына сөздің тұсына келгенде, бұрындай өз тізесін бір түйіп жігітке тістене жалт етті. Тұтқын оған тұра ұмтылмақ болғанымен, жолшы ұстап жібермейді. Оқты көзін қадап, жұлқынғаннан басқа істер амалы жоқ еді. Жошының берген белгісімен жолшы жігітті қоя берді. «Сөйлей бер», деді хан әмірлі үнмен. Ол енді ханға бұрылды. «Біздің ауылда еркек қалған жоқ. Құр сүлдерін сүйреткен әйелдер ғана. Кемпір шал, балашаға аш». Жігіт бойын тіктеп кеудесін керді. «Мен де жетіммін. Атым Итқара, руым алшы татар». Тұтқын хан алдынан тізерлеп отыра қалды да, ызалы дауыспен қырылдай:
Кез келген сарбазыңмен жекпе-жекте өлейін. Мұрсат бер. Еткен жақсылығың болсын, Жошы хан, деді. Өлгің келеді екен ғой, күшік. Жошы сөзінің соңын айтпай жұтып қойды. Осы кезде даладан мұңды әуен естілді. Нәзік әйел даусы домбыраға қосылып көне бір әнді шырқайды. Жошы құлағын тіге қалды. Қолын көтеріп, тынышталыңдар деп белгі берді. Халқым менің бақытты еді, бай еді. Адам деген ұмытшақ қой. Енді естен шығып жер бетінде болатыны қасірет шат-шадымен күн кешті. Масайраған бұл тірлігі халықтың көк тәңірінің қолайына жақпады. Қасірет сап ойсыз басқа бақыт құнын сездірмекке бел буды. Міне, осылай кең далада соғыс оты лаулады. Соғыс деген қара түне күндіз күннің, түнде айдың қалқалады нұр жүзін. Мұндай бәле көрмеген жұрт зар жылады күндіз түн. Азалы үнді бір тынбаған ұмай ана естімесе, дүр сілкініп үркітпесе қара түнек соғысты не боларын кім білсін. Кең далаға қанат жайған сұм соғыс бірақ сәтте тынған соң, түнек тарап күннің көзі шыққан соң мәлім болды. Кең далада аяқ басар жер қалмапты өліктен. Аққан қанынан өзен, көлдің суы тасып жайылыпты маңайға. Қан сасыған қан майданның орнында той тойлап жүр екі албасты масайрап. Қасіретті той көретін, қайғы мұңға шаттанатын албастыға болушы еді бұдан өткен мереке. Қос албасты кенет осы өлік жапқан маң далада келе жатқан әйелді көрді теңселіп. Іздегенге сұрағандай шыға келген бейбақ жанды етпек болды келеке. Осы ойменен жетіп келген албастылар сұрақ қойды төтеден. Не іздеп жүрсің бұл жерден? Қайғы, шерден өңі солған бейшара әйел жауап берді үмітпен. Тапқым келеді, 3 жауынгер денесін. Ең үлкені жан-жарым еді кешегі. Ортаншысы тете туған бауырым. Ал кішісі жалғыз ұлым жарып шыққан өзекті. Мұны естіген албастылар жайраң қағып шаттанып, көміледі күлкіге жас шыққанша көзінен. Байғұс әйел қан жұтқан түсінбеді мән жайды. Таңданысы ерек еді, білмек болды тезінен. Неге күлдің? Себеп қайсы шаттануға соншама? Мына сауал тосын болды, күтпеп еді екеуі. Жер бетінде бұдан өзге қуанамыз не жайға? Жан көрмеген қайғы шөкті ұлы дала төсіне. Тәңірі де шыдамады, күрсініп салды тереңнен. Бұл күрсініш жел көтеріп, желмен ұшқан топыраққа сансыз өлік қала берді көміліп. Көк тәңірі ағытып еді көз жасын, қанмен толған өзен, көлдер шыға келді тазарып. Мына елді қуантпақ боп тәңірі бір тілегін орындауға сөз берді. Тәңірінің назарына іліккен соң үмітпен жасын тыйды байқұс әйел, қуат бітіп бойына. Сұм соғыстың кесірінен жайрап қалған 3 кісімді таппай жүрмін еш жерден. Мүмкін болып қауыша алсам солармен басқа тілек болмақ емес ешқашан. Босатылсын жақындары тезірек. Осы болды тәңірінің пәрмені. Тас түнектің қожайыны келіспеді мұнымен. Айлалы әйел алдап тұр деп тәңірін. Тілек біреу, 3 емес, енді ойланып көр өзің. Қалай берем бір тілекке 3 жанды? 3 емес, бір тілекке бірақ жанды қайтарам. 3-еуінен таңда жалғыз біреуін. Әйел айтты, еңгіш тартқан егде емеспін. Әлі менің жар құшуға, бала сүйіп қалжа жеуге шамам бар. Ал бауырды маған тапқан әке шешем кемпір, шал ғой қаусаған. Бала сүйуді енді оларға жазбаған, сондықтан да қайтармаған інімді. Тәңірінің бұйрығымен інісінің мәйітіне жан бітіп, бір тілегі орындалды әйелдің. Бірақ насым жалғанда шек болған ба жауыздыққа, терісінен күйеуінің торсық ұлының бас сүйегінен ыдыс жасап берген екен әйелге. Күйігіне мына азаптың шыдай алмай байқұс әйел тасқа айналған заматта. Сол тас әйел өз орында әлі де тұр қалқайып. Көшпенділер өте қалса бұл маңнан аялдайды қалайда. Иледі тағзым етіп табанына сын тастың. Өйткені көшпенділер әлгі әйелдің аман қалған інісінің ұрпағы ғой тараған.
Ұлы Тәңір мына өмірде ажал барын ешбір адам ұмытпасын деп болған жайға араласпай шет қалған. Аңыз ән біткен соң жошы отырғандарды айнала бір шолып өтті. Қыбыр еткен біреу жоқ, бәрі қалшиып қатқанда қалған. Тек ұры жігіт қана шиыршық қатады. Бірдеңеге алаңдайтын секілді. Бату мына тұтқынға өзінің ептеп бүйрегі бұратынын байқады. Мұндай батылдығы екінің бірінің қолынан келмейтіні анық. Тыныштықты хан сөзі бұзды. Әлгі әншіні әкеліңдер осында. Не қылған жан? Білейік. Жолшы шығып кетті де бір жас қызды ертіп келді. Тобығынан түскен ұзын бұрымы болмаса бозбала екен деп қалғандайсың. Кигені тері шалбар, аяғында бұлғардың замшы етігі, үстінде мол тігілген шапан. Қолында тозығы жеткен сары домбыра. Ішке кіре сала тізерлеп отыра қалып еліп ханға тақсым етті. Атың кім сенің? Деді жошы жұмсақ үнмен. Атым Буракчин, руым алшы. Осы кезде ит қара қызға ызбарлана жалт қараған еді. Буракчин мүдіріп қалды. Бұрындай тұтқынға жақтырмай қарап, мынау сенің танысың емес пе? Деді. Бұл менің ағам. Ит қара. Қыз осыны айтып жылап жіберді. Жошыхан жібере көр оны. Тұтас халықтың тағдырын шешкенде бір баланың өмірі не тұрады саған? Кет бұл жерден. Орнынан жұлқына көтерілген ит қараны жолшы бір ұрып сұлатып салды. Қыз өз денесімен ағасын қарқалап шыр етті. Тиіспе. Тағы ұрмақ бұл қолын көтере берген жолшы алдындағы еліктің лағында жәудіреген қыздың көзін көріп тосылып қалды. Желіккен жастар жылқы ұрлап жол торып, елден тыныштық кетті. Аулымызға күнде қауіп төніп тұрса, біз жорыққа қалай алаңсыз аттанбақпыз. Елжидайдың бұл сөзін басқан ояндар қоштап, басы есіп жатыр. Қыз үміті үзілгендей, екі қолмен бетін басып жылап жіберді. Аттанамыз. Батудың даусы сенімді шықты. Бұларды да ерте кетеміз. Отырғандар қозғалақ басып қалды. Тіпті тұтқын жігіт ит қарада елең етті. Буракчин жасын тыйып көзін сүрте бастады. Онда олар қарындастарын ала жүретін шығар, құтқарып қалатын, деді жолшы кеңкілдеп. Оған қосыла үй ішіндегілер де ду күлді. Әсіресе бұрындай бар даусымен қарқылдап әбден мәз болды. Ал ит қара ызадан жарылардай. Ол қарындасына қарап, жетер, осы масқара қылғаның, кет бұл жерден, деді ашуланып. Кетпеймін, көрсетем мен саған. Жарайды. Жошының даусы көңілді шықты. Ол ит қараға бұрылып, астыңа ат, қолыңа қылыш берсем, бізбен жорыққа жүремісің, деп ұсыныс тастады. Онда атты да, қылышты да 100-100-ден бер, жолдастарым бар. Жақсы, бәрін 100-ден береміз. Қашан? Қолын шеш, деді хан бұйрығын орындаушы жолшыға. Қарындасың әзірге осында қалады. Көчу қатынға апарып табыстаңдар, жақсылап тамақтандырсын. Ит қара арқан қиған білегін оқалап үй ортасында әлі тұр. Жошы оған таңырқағандай қарады. Сен әлі тұрсың ба? Жүгір, достарыңды жина. Айтқандай, қарындасыңа рахметіңді айтарсың. Үйдегілер тағы да күле бастағанда, ит қара есікке қарай тұра ұмтылды. Оның артынша үйден Буракчин мен жолшы да шықты. Жолшы ит қараға, кейін өзіме қайтарасың деп, мініп жүрген атын берді. Тұтқын жігіт атқа секіріп мініп құйғыта жөнелді. Үлшімен көчу қатын ошақ басында ас қамымен жүреді. Олардың қасына Буракчинді ертіп жолшы келді. Хан мына қызды тамақтандырсын, деді. Осыны айтты да ол келген ісімен кейін қайтты. Екі әйел қызды бастан аяқ шолып шықты. Буракчин шоқшиып жерге қарап үнсіз тұр. Көчу оның қолындағы домбырасына қарап, мана ән салған сен бе? Деп сұрады. Иә, даусың әдемі екен. Білетін әнің көп пе? 2-3 күн айтсам да таусылмайды. Міне, керек болса, әндеріңде өзің сияқты мұңды ма? Жоқ, көңілді әндерім де бар. Бәлі, онда біреуін шырқап жіберші. Қане, Буракчин тартынбады. Бір тастың үстіне отыра қалып шырқай жөнелді. Сол заматта бір топ бала қаумалап алқа қотан отыра қалды. Арасынан біреулері таныс әндеріне қосылып та қояды. Көчу қатын Буракчинге ойлана қарап тұрды да, бір мезетте үйге кіріп кетті.
кідірмей қайта шығып қызды үйге шақырды. Мынаны ки, аналарды тақ, дұрыстап жөнделіп ал. Гүлді Қытай жібегінен тігілген әдемі көйлек шығарып қойыпты. Қасында күміс әшекейлер, айна, опа далап тұр. Буракчин аң-таң. Бұл менің сыйым. Салған әнің үшін, ұялма. Көчу оған өзі көмектесе бастады. Бір жағынан сөйлеп жүр. Қазір ас дайын болады. Соны сен хан ордасына апарасың. Үйдегілер күлкілерін тыйып тыныштала бергенде Бату сөз бастады. Егер алдындағы сүйегіне тиіссең, итте иемеген демейді. Тамағыңнан ала түседі. Ал бұл жерде біз аш иттің асыраған иесі де емеспіз. Оны өлтірсең де, қан қақтасып тісін қағып алсаң да, оған келер түк пайда жоқ. Сонда не істеуіміз керек деп барлай сұрады жошы. Итке кім ас құйса, сол қожайын. Есіктен кіріп келе жатқан гүлді көйлекті бойжеткенді көріп Бату тосылып қалды. Қыздың қолында табақ толы буы бұрқыраған ет. Бұрала басқан талдырмаш денелі қыз жүріп емес, қалықтап келе жатқандай. Мына биязы, жеңіл қимыл әлде біреуді еске түсіретін секілді. Апырау, түрі де таныс қой. Бірақ қайда көргені Батудың есіне түспеді. Сұлу қыз, деді ол төтесінен. Атың кім сенің? Қыз әуелі түсінбегенде аңтарыла қарады. Сосын күлемсіреп, Буракчин, деп жауап қатты. Мен манағы итқара деген аш иттің қарындасымын. Қыздың нені тұспалдап тұрғанын түсінген Бату сөзден тосылып қипақтап қалды. Бірақ енді болмаса, өзінің күлкіге ұшырайтынын аңғарып бойын тез жиды. Қызға қарап байсалды дауыспен. Ауылыңда қанша еркек кіндік бар деп сұрады. Буракчин мына сұрақтың астарында күдік бардай сезінді. Секемшіл үнмен, білмеймін, деді ақырын ғана. Қорықпай қой, деді Бату даусын жұмсартып. Біз сенің ауылыңды шаппақ болып отырған жоқпыз. Күдігі сейілгендей Буракчиннің даусы енді нық шықты. Айттым ғой, білмеймін деп. Бату тезірек құтылғысы келгенде қолын бір сілтеді. Бара бер. Буракчин манадан қолында тұрған бір табақ етті биязы да паң қимылмен жошының алдына қойды. Бұрылып шығып бара жатып босағаға жеткенде мойнын бұрып Батуға қарап. Егер мәміле іздесең, боз өкпе балалармен емес, ақсақалдармен сөйлесу керек, деді де жып етіп шығып кетті. Ол кеткеннен кейін жошы бір қозғалып. Мына қыз өз үйінде жүргендей ау, тіпті тілі шығайын депті, деді. Сөзінің жаны бар. Жастың әдеті емес пе жанжалға әзір тұратын. Тыныштықты арасында үлкендер ойлайды. Бұл қыз ақымақ емес. Элжидайдың сөзін құптап үй ішіндегілер басы езесіп жатыр. Тек Бату ғана қимылсыз. Ештеңемен жұмысы жоқ. Бір нүктеге қадалып қалшиғанда қалған. Жаңағы қыздың талдырмаш денесі, қыпша белі, ақша жүзі, жәудір көзі, қызғалдақтай ерні оның көз алдынан кетер емес. Кешкі ас үстінде де Бату жұмған аузын ашқан жоқ. Өз ойымен отырған ол айналасындағы көңілді әңгіме дүкенге елең етпеді. Жұрт ымырт жабылған соң бірақ тарасты. Көктемнің тымық жылы түні. Бату сыртқа шыққан соң анасының отауына қарай бет алды. Есік алдында біраз адам алаулата от жағып Буракчинге ән салдырып тыңдап отыр екен. Батуды көріп қыз әнін доғара қойды. Айта бер, мен де тыңдайын, деп Бату орын тауып жайғасты. Буракчин үзілген әнін жалғап әкетті. Ән салып отырып анда-санда жалт етіп Бату жаққа қарап қояды. Бір үзілісте Бату одан. Қалай, біздің ауыл ұнай ма? Деп сұрады. Иә, ауылдарың әдемі екен. Онда қал осында. Бату айтарын айтса да демін ішіне тартып тына қалды. Осы кезде әңгімеге үлші араласты. Оң жақта отырған қызды күйеу жоралғысымен барып әкелсең ғана алып қала аласың. Күйеу жоралғысымен бару біздің Батудың қолынан келмей ме? Немене? Мұны айтқан Көчу болатын. Өзі тіпті көңілдақ. Айнала қоршаған жұрт кеу-кеулеп шуылдап кетті. Бәрінің көзі Батуда. Бату күлімсіреп Буракчинге қарады. Расымен-ақ, Буракчин, аламын десем келісемісің бұған? Буракчин алақанымен бетін басып күліп жіберді. Мен шын айтып отырмын, Буракчин. Келседі, жұрт шу-шу етті. Таң ата бере ат тұяғының дүбірі естілді.
Көп уақыт өтпей-ақ бір үйірдей жылқының қарасы көрінді. Сол жаққа көз тігіп жолшы тұр. Жылқы ауылға жақын келіп тоқтады. Жалғыз атты бөлініп шығып бері шапты. Жолшыға жете бере, жылқыларды түгел әкелдім, деді дауыстап. Өзі көзі ілеспе жылдамдықпен секіріп түсіп хан ордасына кіріп кетті. Жошы кешегі орында отыр, тіпті қозғалмаған секілді. Оң жағында Элжидай, сол жағында Бату мен Бұрындай. Итқара кірген соң әңгімелерін доғарып сұраулы жүзбен бұған бұрылды. Итқара тізерлеп отыра қалып басын иді. Жошы хан, жылқыларды әкелдім. 100 қаралы салтатты еріп келеді. Жетіп те қалған шығар. Жаяу келе жатқандар да бар. Олардың өзі 100 шақты. Айтқанымдай, барлығыңда жақсы ат, өткір қылыш аласыңдар. Хан ием, енді қарындасымды алып кетсем бола ма? Ол тұтқын емес, бірақ осында қалады. Мына сөзден соң Итқара қырши бастады. Менің Сайын-хан атанған Бату деген ұлым қарындасыңды алғысы келеді. Қалғанын өзі түсіндірсін, деді хан күлімсіреп. Бату сөзін салмақпен бастады. Құда түсіп баратын әкелерің жоқ екен. Сен тым жассың. Сондықтан мен ауылыңның ақсақалына барамын. Құрметті ақсақалдарың кім еді? Мән-жайға әлі толық түсініп үлгермеген Итқара сасқалақтап, Назар аға ғой, деді. Демек, мен сол ағаларыңа барамын. Оны сендердің өкіл әкелерің деп есептеп Буракчинді сұраймын. Қалың малы ретінде Назар ақсақалға бір табын жылқы беремін. Ал сен менің нөкерім боласың. Тек бұрынғы өкпеңді ұмытуың керек. Түсінікті ме? Түсінікті. Олай болса, дайындал, бізге жол көрсетесің. Итқара бас иіп тағзым етіп үйден шығып кетті. Есік аузында жолшымен бетпе-бет келді. Жолшы күлімсіреп, қарындасыңды танымай қап жүрме, деді. Қайда ол? Жолшы қамшысымен Көчудің отауын нұсқады. Итқара солай бұрылды. Анадайдан көріп келеді. Ошақ басында 3 әйел жүр. Біреуі әдемі киінген жас қыз. Расында, Итқара өз қарындасын әрең таныды. Буракчин ағасын көріп, жүгіріп кеп құшақтай алды. Қой, мұның не? Жабыса кеткенің. Ұят емес пе? Бату маған үйленбекші. Буракчин көңілді. Ағасын 2 әйелге қарай алып жүрді. Көчу бұларға бірінші болып тіл қатты. Жылқы ұрлағы шаған осы ма? Үлші күліп жіберді. Біздің Бату ұрымен жекжат болатын болды десейші. Итқара қызарақтап. Жылқыны түгел қайтардым, деді де кетуге оңтайланды. Қайда барасың? Тамақ ішіп кет. Буракчин жеңнен ұстап жібермеді. Итқара қарны аш болса да, жоқ, керек емес, ішпеймін, деді. Көчу қазаннан бір кесек ет алып тостағанға салып үлгергенді. Үстіне сорпасынан құйып, күлшеннен қосып ұсынды. Астан үлкен емессің. Шаңырақты сыйласаң, бұдан бас тартпайсың. Ренжітем десең, өзің біл. Итқара бас тарта алмады. Тостақанда алып жерге отыра кетті. Апыл-ғұпыл жей бастады. Итқара тамағын ішіп болған соң, Батудың неге Сайын-хан атанғанын енді түсіне бастадым, деді жадырап. Үлші қуақылана жымиып, саған не деп аттығар екен, деді. Итқара ойланғандай болып сәл отырды да. Әрине, жау жүрек Итқара дейтін болады, деді. Сөйтті де қарқылдап күліп жіберді. Оған қосылып әйелдер де күлді. Әсіресе үлші шын басып әбден сілесі қатқанша күлді. Осы кезде күнгей жақтан бір топ ат көрінді. Ауылға жақындап қалыпты. Биік жирен айғыр мінген біреуі көзге ерекше түседі. Қоңқан мұрны, үлкен қара көзі, тік қабағы, ақ сәлдесі оның мұсылман халқынан екенін танытқандай. Бұл кім өзі? Итқараға Көчу. Бұл адамның аты көп, деп жауап берді жұмбақтай сөйлеп. Бату оны арабша дейді. Құдалыққа баратын кісі осы. Итқара бетінің көргенін, жарасын көрсеткісі келмей олардан сырт айналды. Бірақ аттылардың бірі оны байқап қалған секілді. Жанындағыларға бірдеңе деп, Итқара бетінің көргенін, жарасын көрсеткісі келмей олардан сырт айналды. Бірақ аттылардың бірі оны байқап қалған секілді. Жанындағыларға бірдеңе деп, Итқараны меңзеді.
Арабша жақын келіп, әйелдерге құрметпен сәлем берді. Сосын итқараны бастан аяқ бір шолып: "Асыл текті Сайынханның қалыңдығы, теңдесі жоқ сұлу Буракчының ағасы итқара сен бе?" деді. Мұндайды күтпеген итқара аузына жөнді сөз түспей сасқалақтап қалды. Сәлден соң иә дегендей басын изей салды. "Бізге жол көрсететін сен емессің бе? Қане, кеттік. Мен дайынмын." Арабша оған қарап ақырын езу тартты. "Біздің мырзаға жекжат болған соң, сол атқа сай киім киюің керек. Не киетініңді өзім таңдаймын." Ол атының басын хан ордасына қарай бұрды. Қалғандар соңынан ерді. Олар біраз ұзаған соң итқара арабшаның сөйлеу мәнеріне салып, келемеждегендей болып: "Асыл текті, теңдесі жоқ сұлу. Ылғи осылай сөйлей ме?" деді де аналардың артынан жөнеле берді. Күлгіге қарық болып әйелдер қалды. Үстіне су жаңа киім, тақымына жарау ат деген итқара жұтынып шыға келді. Құдалыққа шыққан топтың алдында жымың қағып жайнаңдап барады. Жүрегі алып ұшып, басқалардың бір сарынды жүрісіне көңілі көншімей, оқта текте артына қарап қояды. Біраз жүрген соң жер бедері өзгере бастады. Екі жақтан кезек-кезек жыра, сайлар, жалаңаш бозғылт төбелер ұшырасады. Оқ бойы алға ұзап шыққан итқара бір шоқының басына шыға берді де атынан секіріп түсіп бұға қалды. Бұқпантайлап кері шегінді. Мұны көрген басқалар тебіне түсті. Шоқының етегіне желе жортып жеткен бату тізгінін тартты. Бәрі садақ жебелерін ыңғайлап алған. Алдарындағы кім болса да, бұлардың шегінер түрі жоқ. Итқара шоқыдан бері түсіп дауыстады: "Киіктер жүр." Бұрындай жерге бір түкірді. "Тіпу сенде, Жалаладдиннің түркмендері екен десем." Бәрі шоқыға шықты. Ар жағы көсілген кең жазық екен. Бір топ ақ бөкен жайбарақат жайылып теріскейге қарай беттеп барады. Бір шақырымда жерде өзен көрінді. Киіктер сол суға бет алған сыңайлы. Итқара тықыршып қарай берді. Мұны байқаған бату оған: "Ойлаған бірденең бар ма?" деді. "Бұларды үркітсек, суға қарай қашпайды. Күнге қарап та баспайды. Көздері шағылсады. Олар желге қарсы жазықпен жоғары қарай салады." Мұны жұрт құптаған соң бату саяты басқаруды итқараның өзіне тапсырды. Ол кімнің қай жақтан шығып, кімнің қай тұста тұратынын нақтылап адамдарды бөліп тастады. Бұлар жан жақтан шыға келгенде, ақ бөкендер дүр етіп бір жерге шоғырланды да, итқара айтқандай бастарын жерге салып жіберіп, желге қарай құйғыта жөнелді. Құдалыққа бара жатқандарын ұмытқан топ жебе садықтарын сайлап, тұс-тұстан қиғулап киіктердің соңына лап қойды. Бие сауым уақыт өтер өтпес олар өзен бойында жинала бастады. Көбінің алдарына өңгерген бір-бір олжалар бар. Бәрінің басы құралған соң от жағып, атып алған жануардың жылы жұмсағын отқа қақтап, су бойында біраз демалды. "Аңшылықтың жайын бір кісідей біледі екенсің. Жарайсың," деп бату итқараны мақтап қойды. Бұрындай дос көңілмен итқараның иығынан қағып: "Егер соғыс жайында осылай білсең ғой, шіркін," деді. Сөзден тосылған итқарама ол да қарап қалмады. "Ақ бөкенің де адам мінген атыңда төрт аяқты хайуан емес пе? Оның да бір мәнісі болар. Онда неғып қолға түсіп қалып жүрсің?" деді арабша күліп. "Мінгенім ат емес, нағыз мәстек болатын." Итқара қазіргі мініп жүрген торы айғырын нұсқап: "Мынадай арғымағым болса, ешкім ұстай алмас еді. Бәстескің келіп отыр ма? Мен дайын. Ауылыңа шейін қанша қалды?" "Ат терлеп те үлгермейді. Бұрылмай, өзен бойымен тура тартамыз." Бәрі сәйгүліктеріне ырғып мінді. Тек 4-5 жігіт отты сөндіріп, олжаланған киіктердің етін жинастыруға қалды. Олар асықпай келетін болды. Қалғандары астарындағы аттарының бағын сынағалы тізгіндерін қоя берді. Ат құлағында ойнап өскен далалықтың мұндай кезде қанығызбай тұрған ба? Қай-қайсысы да маңдай жарқырап бірінші жететіндей жер апшысын қура тапсырлатып ала жөнелді. Әдегендағы бату алға шықты. Оның артында арабша, үшінші болып бұрында келеді. Итқара басында көптің орта шенінде келе жатқан. Бірақ біртіндей оза берді. Бұрындайға да жетті.
Бұрындай оны алға шығарғысы келмей бар өнерін салды. Итқара шабандоздығын көрсетіп бәрібір озып кетті. Ал Арапша мен Бату жеткізер емес. Ол екеуі ат басына ауыл төбесі көрінгенде бірақ тартты. Атының да өзінің де еті қызып алған Итқара ол екеуінің тұсына аялдамады. Құйғытып өте шықты. Тізгінін ауылына жеткенде әрең тежеді. Үйлерінен үрпейісіп шыға келген ауылдастарына қарап, «Сайынхан Батуды қарсы алыңдар», деді айқайлап. Аттан секіріп түсіп, аңтарыла қарап тұрған жұрттың ішіндегі ақсақалды қарияға жетіп барды. «Назар аға, күйеуіңді қайын атасының орнына сен қарсы аласың». Қария Итқараның өңіне тіктеле қарады. «Не қылған күйеу? Бату ханзада. Ол Буракчинге құда түспекші». «Сен немене? Есің ауған ба? Әлде массың ба?» Жігітке ұрыспақшы болып тұрған Назар ақсақал ананың үстіндегі киімді байқап, аң-таң болып тосылып қалды. Осыны күткенде Итқара, «Жүр, қалғанын кейін айтамын», деп, оны ауыл шетінде кідіріп тұрған Батудың тобына қарай детектете жөнелді. Тосын хабарға сенер-сенбесін білмей халық күбір-күбір етісіп, сол жерде іркіліп қалды. Бату бір табын жылқы беретін болды. Назар мына сөзге сенбеген сыңаймен Итқараға бұрылды. «Бір табын? Буракчиннің қалыңы. Мұны саған береді, біздің өкіл әкеміз ретінде». Назар сұқ саусағымен өз кеудесін өзі түртіп, «Маған?» деді таңданыспен. «Иә, жүр енді тезірек». «Мәссаған, не дейді мұнау?» Назар қарт таңданысын жасырмай басын шайқап, адымын ширата түсті. Екеуі аттылы топқа жақындады. «Аман есенбісің, құрметті Назар аға?» Арапша даусын соза мәнерлеп сәлем берді. «Аулыңда біздің Сайынхан Батуға лайық бір асыл тас жасырып жүрген көрінесің». «Жасырғаны несі? Ештеңе жасырып жүргем жоқ». Жанында тақыршып тұрған Итқара, оның айтып тұрғаны Буракчин ғой деп сыбыр етті. Түсінікті». Арапша Назар ақсақалға қарап ұзақ сөйледі. Ешкім оның сөзін бөлген жоқ. Арапша сөзін бітірген соң ақсақал қонақтарды үйіне шақырды. Назардың үйіне Арапша мен Бұрындайды ертіп Бату кірді. Екі сарбаз есік аузында қалды. Қалған жігіттер бөлініп көрші үйлерге түсті. Ауыл той қамын кірісіп кетті. Еркектер мал сойып, әйелдер қазан ошақ басында жүр. Құрметті қонақтардан ештеңесін аяған жоқ. Оның үстіне ауылдың кәрі жасы түгел сыйлайтын Буракчиннің ұзату тойы болса, қалай аянсын. Бату төрде, сол жағында Назар мен Итқара, оң жағында Арапша мен Бұрындай. Назар сөйлеп отыр. «Буракчин мен Итқараның шешесі менің әйеліме сіңлі болып келеді. Әкелері Шыңғыс хан әскеріне қарсы ұрыста қаза тапты. Күйеуі өлген соң шешелері екі баласын алып осы ауылға қоныс аударды. Бірақ марқұмның өмір жасы ұзақ болмады. Осында келген соң көп кешікпей қайтыс болды. Күйеуінің күйігі алып түсті сол бейшараны. Менің өзімнің әйелім бала үстінде қайтыс болды. Сәбиде жарық дүниені көрмей кетті. Ер жеткен екі ұлым бар еді. Жошқан әскеріне қарсы жорықта екеуі де ажал құшты». Бату Назар ақсақалдың әңгімесін қалт етпей тыңдап отыр. Екі көзі сонда. Қарияның отырған қалпынан бір сарынды байсалды үнінен қайратты жан екені сезіледі. Оның әжімді жүзіне қарап әңгімесін тыңдаған сайын талайды басынан кешкен жан екенін ұқты. Бойында қарияға деген бір жақындық оянғандай. Даусында, сөз саптасында иландыратын, баурайтын күш бардай. «Ақсақал, біздің халықта талай көресіні көрген. Соғыс, өшпенділік дегендер адамдарды бір-бірінен алшақтатса, бейбіт өмір, сүйіспеншілік жақындатады. Мен сіздермен жақындассам деймін. Бізге, Буракчин екеумізге ақ батаңызды беріңіз. Төскейде малымыз, төсекте басымыз қосылса, кім біздің арамызға жүк салмақ. Келер ұрпақ бір атаның балаларындай тату-тәтті ғұмыр кешсін. Мынауың көптің көңілінен шығар сөз. Бұл ауыл тойды ұмытқалы қашан. Әйелдер жоқтаудан өзге ән де салмайтын болды ғой». Назар ақсақалдың сөзін Арапша іліп әкетті. «Енді мына тойға ұласып, шаттықты, бақытты күндер мол болсын».
Асыл текті Бату жетім қызға үйленіпті деген хабар бүкіл елге тарады. Халық мұны жақсылыққа жорыды. Мұнда ерекше тойды өз көздерімен көрмеге қыруар адам жиылды. Қанша дегенмен ханзаданың қарадан шыққан қарапайым қызға үйленуі күнде болатын оқиға емес. Той үстінде адамдар бір-бірімен танысып, бірін-бірі қонаққа шақырысып, бұрындары араларында алыс берісі болмаған ауылдар табысып жатты. Бұл той кейінгі талай тойлардың бастамасы болды. Ақырындап ел ішіндегі қанды кектер ұмытылып, өшпенділік жайына қалды. Адамдар арасындағы сүйіспеншілік жеңбейтін нәрсе бола ма? Кешікпей тағы да бір жағымды оқиға болған еді. Бір күні Назар келді. Жетегінде сүліктей қара арғымағы бар. Аяғын сәндене билеп басатын мұндай қаз мойынды бұрын соңды бұл маңда ешкім көрмеген. Жануардың тұрпаты шынында ерекше еді. Қызықпаған, сұқтанбаған жан болмады. Анау мынауға селт ете қоймайтын жошының өзі де тысқа шықты. Назар бір қолмен аттың шылбырын ұстап тұрып, екінші қолын кеудесінен басып тағзым етті. Жошы хан, мына арғымақ менің саған сыйым. Жошы да таңданысын жасырмады. Қандай сымбатты жануар. Мұндай ғажап дүниелердің талайына әкелуге болады. Мұсылман өлкелерден алып осында сатсам деймін. Мынауың құптарлы қыз. Көмекке адам тауып берейін. Онда тіпті Егордада керуен жүргізуге де болады. Назар сөзінде тұрды. Кешікпей алғашқы керуен де жетті. Нағыз жүк артуға жарылған қызыл нарлар маң-маң басады. Бастары кекшиіп, аяқ алыстары тәкіп барақ. Керуеншілер түйелерді шөгерген соң, саудагерлер тауарларын түсіре бастады. Мұнда бәрі бар. Қытай жібегі мен шынысы, Бұқараның түрлі түсті матасы, Түркістанның қару жарағы, Ферғана мен Қорасанның қыш ыдысы, Үндістанның асыл тастары, Бұлғардың сапиян етігі. Қазір ел ішінде қарақшылық тыйылып, сауда-саттық дамуда. Жол бойы да, өрістегі жылқы да тыныш. Мал басы көбейген, халық қажетіне мейлінше жетеді. Бірақ Қыпшақ, Саксен, Бұлғар жерлерімен шектесетін бас аймақ әлі де мазасыз. Олар сауданың кең етек жаюына мұрша бермей, әлсін-әлсін әр жерден соқтығып керуеншілердің мазасын кетіріп жүр. Мұны естіген Шыңғыс хан батысқа қарай жорыққа аттану керек деген хабар жіберді. Алайда жошы жорыққа шығуға асықпады. Бар жоғы 4-ақ мың жауынгері бар. Өзіне қараған шығыс Қыпшақ Оғыз қаңлылардан да қосындар жасақтады. Бірақ бәрібір жеткіліксіз. Бұл күш Ертіс пен Жайық арасында көсіліп жатқан байтақ өлкенің қауіпсіздігін сақтауға ғана жететін. Хан ордасында жошы отыр, жанында Бату. Жошы мұны сенен басқа ешкім естімей қойсын дегенде баяу сөйлейді. Мен жорыққа аттануға тиіспін. Ұлы ханның бұйрығын орындамауға болмайды. Ертіс бойын орда ешенге тапсырамын. Сен осында қаласың, менің орнымда. Сәл үнсіз отырып сөзін жалғады. Ұлым, саған арнаған бір тартуым бар. Жошы орнынан тұрып тысқа беттеді. Бату соңынан ілесті. Екеуі жаяулап ауылдың шетіне шықты. Әкесі қамшысымен шағын төбешіктің қалқасында тұрған отауды нұсқады. Ақ орда? Оның тек сырты ғана ақ. Жошы үйдің жанында тұрған нөкерлеріне белгі берді. Олар дереу үйдің жабуын сыпырып түсірді. Жабудың астынан жерге түскен жарық жұлдыздай жарқ етіп сап-сары үйге шыға келді. Алтын орда? Мұндай сый тек ұлы ханның өзіне ғана лайық. Сенің де хан болатын кезің келеді. Кім біледі? Ұлы хан сайлануың да әбден мүмкін. Сен асатын белестер әлі алда. Бірақ Бату әкесінің орнына таққа отыратынын ойлап та көрген емес. Оны алдында асуы, белесі мол ұлы жол күтіп тұрған болатын. Әкесі тарту еткен алтын ордаға Бату айы күні жетіп босанғалы отырған Буракчинді кіргізді. Буракчиннің қуанышында шек жоқ. Үйдің ана жер мына жерін шұқылап көп қарады. Ағасы ит қарада мүлде ес қалмаған. Мұндайды көрмеген мол 2-3 күнде екі езуі жиылмай, ауыл арасында өзімен өзі жүрді де қойды. Байыз тауып аялдайтын жері алтын орданың жаны. Бір күні сәскеде толғақ қысқан Буракчинның ащы даусы естілді. Ит қара қалай қарай жүрерін білмей сасқалақтап қалды.
қаққан қазықтай қалшиып тұрғанда шар еткен жас сәбидің дауысы шықты. Манадан демін ішіне тартып қатып қалған итқара сол кезде барып деді. Содан соң анадай жерде олай-бұлай теңселіп жүрген Батуға бұрылды. Әйелдер Батуды ішке шақырды. Ол үйге кіре сала бірден жібек шымылдыққа қарай жүгірді. Күйеуін көрген Буракчинде жүзі нұрланып сала берді. Жаңа туған нәрестеге еңгей берген Батудың құлағына: «Енді сен бір ұлдың әкесісің», деді, сыбырлап. Тұңғышы Сартақ дүниеге келген күн Бату үшін өмірдегі ең бақытты шақтың бірі еді. Өкінішке орай, бұл ұзаққа созылмады. Бүгін ертең батысқа жорыққа аттанамын деп жүріп, жошы бір күні аңға шықты. Соңы үлкен қайғыға әкеп соқтырған бұл аңшылықтың анық қанығы әлі күнге дейін беймәлім. Белгілісі, жошы бұл маңайда бұрын соңды кезікпеген ерекше ірі әрі асқан жүйрік бір құланға жолығады. Саятшыл хан ойланбастан астындағы қара арғымағына қамшы басады. Жанындағы нөкерлері шаң қуып айдалада қалады. Ханнан көз жазып қалған нөкерлер түнімен дала кезіп іздеп, бозамықтанып таң атар кезде ханның өлі денесінің үстінен шығады. Арғымағы көзге ілікпеген соң ізін кессе жануардың жайықтан ары өтіп кеткені мәлім болады. Бұл оқиға жайлы жұрт аузында әр түрлі жорамал жүрді. Ал Бату әкесінің ажалы кісі қолынан келгеніне еш күмән келтірмеді. Ол қалайда кек алуға серт етті. Бір күні арабшаны шақыртып: «Саған маңызды бір іс тапсырғым келеді», деді. Арабша: «Айта бер, түсініп отырмын», дегендей басын изеді. «Әкемдікіндей арғымақ іс түссіз жоқ боп кетуі мүмкін емес. Бір жер болмаса, бір жерден шығатыны анық». Арабша Батудың түпкі ойын оқып отырған кісідей: «Дүниені төрт айналсам да оның ізін шығарамын. Не болып не қойғанына көз жеткізбей қайтпаймын», деді нық үнмен. «Егер қолыңнан келсе, кінәлі жазасын тартуға тиіс. Мен саған сенемін». Екеу құшақ айқастырып қоштасты да жалғыз салт атты түн жамылып жүріп кетті. Жошы қасиетті Ұлытау маңына жерленіп, басына үлкен кесене тұрғызылды. Әкесін арулап жер қойнына берген соң, Бату аға інілерімен бірге ұлыс ордасына қайтты. Мұнда жаңа хан сайлануға тиіс болатын. Бауырлар жол үстінде әкелерінің орнына таққа отыруға Бату лайық деп шешті. Батуды бәрі сыйлайтын, сөзін екі етпейтін. Олар өз шешімдерін білдіріп ұлы ханға жаушы жіберді. Бату өзімен өзі үнсіз келе жатыр. Оның басынан күмәнді ой шығар емес. Беріне шаншудай қадалады. Ойы сансаққа жүгіріп мазасы кетті. Ақыры шыдамады. «Әкеміз кісі қолынан өліп отыр. Демек, дұшпандарымыз бар». «Мен де солай ойлаймын», деді орта ежен. «Ол кім болса да бәрімізге ортақ жау», деп тістене түсті Тоға Темір. «Дұрыс айтасың», деді Берке оны құптап. «Кім болса да жерімізге аттап басып көрсін», деп Шибан қарсы алдында құдды бір дұшпаны тұрғанда құшырлана қолын сілтеп қойды. «Оларға қарсы бәріміз бірге аттанамыз». Бату ысын айтты да қатты тебініп қалып шаба жөнелді. Басқалар да аттарына қамшы басты. Ханзадалардың ауылға оралғанына 5-6 күн болғанда, ұлы ханның інісі Очигин келе жатыр деген хабар жетті. Оны Шыңғыс пен Жошы ұлысына жаңа хан тағайындау тапсырмасымен арнайы жібергенді. Құрметті қонақты қарсы алмақ болған Батудың аға інілері түгел атқа қонды. Өзі олардан сәл кейінірек шықты. Қаралы туысқандар иен далада кездесіп көрісіп қайғы бөлісті. Артынша Бату да жетті. Сазарған өңі сыр берер емес. Ат үстіндегі қалпы адамнан гөрі қола мүсінге ұқсайды. Бату қастарынан таяғынғанда бауырлары жарылып араларынан жол берді. Ол Очигиннің алдына келіп, қолын кеудесіне қойып сәлем берді. Осы кезде ұлы ханның елшісі оң қолын көтеріп салтанатпен былай деді: «Ұлы ханның бұйрығына келдім. Құлақ салыңдар. Ұлы хан Жошы ұлысы оның балаларына тең бөлінсін, және әке тағына Сайын хан Бату отырсын» деген жарлық берді. Очигин келе сала бірден іске кірісті. Ең әуелі Жошымен бірге сол күні аңға шыққан нөкерлерді түгел өлім жазасына кесті. Олардың арасында белді рулардың, белгілі әулеттердің туыстары да бар болатын.
Бірақ Очегин мұның ешқайсысына қарамады. 3 күннен кейін ол Жошының мұрагері Батуды ақ киізге көтеріп, хан тағайындап таққа отырғызу салтанатын өткізді. Рәсім жасалған соң, Очегин өзі бірінші болып жаңа әміршінің алдына барып тізе бүгіп тағзым етті. Содан соң ол оң етігінің басын сүйді. Очегиннің артынан басқалары да осы жоралғыны қайталады. Бұл ханға адал боламыз дегенді білдіретін ант еді. Бату таққа отырған бойда әкесінен қалған әскерді жиды. Әскердің сол қанатын Мұңғар, ал оң қанатын Байқу басқарды. Хушетай мен Кегетай Қутан Ноянның мыңдықтары орталықты құрады. Алайда Қыпшақ, Оғыз, Қаңлыларды қосқанның өзінде сарбаздардың жалпы саны 5.000-ға да жетпеді. Ел шетіне біреу-міреу басып кіре қалса, мұндай күшпен қарсы тұру оңайға түспейді. Ал өз жеріңде емес, бөтен елге жорыққа шығу одан әлдеқайда қиын екені айтпаса да түсінікті. Оның үстіне Батудың қол басқару, соғысты жүргізу машығы да қалыптаса қоймаған. Майданда әскери тәжірибенің ауадай қажет екені мәлім. Бату ұлы ханның Қыпшақтар мен бұлғарларға қарсы аттан деген бұйрығын әкесінің орындай алмағанын біледі. Сондықтан ол бұл жорықта әке алдындағы парыз санап қайткенде де атқа қонуды ойлады. Жауларының осалы еместігін түсінген Бату ұлы ханға қосымша әскер сұратып жаушы жіберді. Шыңғыс хан бұл кезде таңғұттармен соғысып жатқан. Сондықтан ол Батуға әскер бере алмады. Бірақ немересіне көмекке өзінің үзеңгілес серігі атақты қолбасшы Сүбедей Баһадүрді жіберді. Сүбедей мен Жебе 1223 жылы 2 түмен әскермен Иран, Кавказ, Қыпшақ, Орыс, Еділ бұғарларының жерлерін басып өтіп, олармен соғысып көрген. Сол жорықта Жебе қаза тауып, Сүбедей Баһадүр ауыр жараланған. Бір көзінен айырылып, аяғын ақсатып алған. Өмірлік тәжірибесі мол қолбасшы міне, енді Бату ордасына жол тартты. Мұны естіген Бату бір орында байыз тауып отыра алмады. Аса қадірлі қонақтың алдынан өзі шықпақ болып атқа мінді. Бұйра төбелердің бірінен соң біріне асып, мұздай қаруланған 1000 сарбаз келе жатыр. Алдарында Сүбедей Баһадүрдің өзі. Кенет қарсы жақтағы шағын төбеден құйғытып бері қарай бір атты шықты. Ол көзді ашып жұмғанша жетіп келді. Сүбедейдің қарсы алдында арғымағын шаншылта тұра қалып. «Аман есен бармысың, Сүбедей Баһадүр?» деді дауыстап. Сүбедей бейтаныс жігіті бастан аяқ бір шолып өтті. «Бұл кім өзі?» деп ішінен таңырқай бастаған Баһадүрдің көзі оның қолындағы қамшысына түсті. Баяғы өзі берген татар қамшысы. Сүбедей күлімсіреп қоя берді. «Мынау Бату ханның өзі емес пе екен осы?» «Дәл таптың». Бату тым көңілді жайнан қағады. Аяғын билеп басатын арғымағы ойқастап тұр. «Неге жалғыз жүрсің? Күзетің қайда?» Олар қазір жетеді. Қайда кетер дейсің?» Расымен, көп кешікпей алдағы белестен 20 шақты аттылы шыға келді. Олар жазықты кісілерде үнсіз жақындап келіп, ақырын ғана амандасты. Очегиннің жошы нөкерлерін өлім жазасына кескені кеше ғана, оны қалай ұмытсын. Бұл да ұлы ханның жіберген кісісі. Қайбір жақсылықпен келе жатыр дейсің. Сүбедей оларға жақтырмағандай сүзіле қарады. Тебініп қалып алға түсті. Бату қатарласты. Қалғандары артта қалды. «Жол ауыр болған жоқ па, Сүбедей Баһадүр?» Сүбедей ештеңе естімегендей үн қатпады. «Шаршаған шығарсың. Жақын қалдық. Ордаға барып жақсылап тынығасың», деді Бату. «Мен тынығуға келе жатқан жоқпын. Саған да тыным таптырмаймын». Түкке түсінбеген Бату оған сұраулы жүзбен қарады. «Неге ашуландың, Сүбедей Баһадүр?» «Сенің күзетің күзет емес. Қойшы шетінен. Жошының аңда жүріп неге мерт болғанын енді түсіндім. Мен бұған жол бере алмаймын». 6 қанат ақ ордада отырған Бату Очегин Сүбедей суық хабарды үнсіз тыңдады. Шыңғыс хан да аңда жүріп опат болыпты. Қаралы хабар жеткізген жаушы шығып кеткен соң Сүбедей аңда жүріп аттан құлайды. Жошы да сол. «Мен екеуінің де аттан жығылғанын өмірде көрмеппін», деді өңі қарауытып. Шыңғыс ханның империясы бәйбішесі Бөртеден туған 4 ұлға 4 ұлыс болып бөлінді.
Төле Моңғолияның батыс және орталық бөлігін алды. Үгедейге Жоңғария тиді. Шағатай Қара Қидандар хандығын иеленді. Жошының мұрагері Бату Дешті Қыпшақтың шығыс аймағын еншіледі. Империя 4 ұлысқа бөлінгенмен әлі де бір орталыққа бағынды. Ұлы таққа уақытша 4 ұлдың ең кішісі Төле отырды. Ағалары сыртқы жаулармен соғысып жатқанда Төле мемлекеттің ішкі саясатын басқарды. Олар жорықтан оралысымен Төле тақты босатып, құрылтай шақыртты. Шыңғысхан өлерінен бұрын құпия хат жазып қалдырған екен. Кезінде сенімді күзет кешектеннің қолынан табысталған бұл хат Онон өзенінің бойында моңғол ақсүйектер түгел бас қосқан жиында ашылды. Онда Шыңғысхан өзінен кейінгі мұрагері етіп Үгедейді көрсетіпті. Осылайша жаңадан ұлы хан жария етілді. Бұл 1229 жылы болған уақиға еді. Таққа отыру салтанаты аяқталған соң Бату Үгедейге кірді. Ұлы хан, Шыңғысхан әкем жошыға қыпшақтар мен бұлғарларға қарсы жорыққа аттануды тапсырған еді. Бірақ ол бұл бұйрықты орындап үлгермей өмірден өтіп кетті. Әке тағына мен отырдым. Сондықтан бұл істі аяқтау маған жүктелуі керек. Осы жорықты бастауға әскер бер. Үгедейдің жауабы тым қысқа болды. Біз қазір Қытаймен және мұсылмандармен соғысып жатырмыз. Әзірге көмек берудің реті бола қоймас. Сүбедей осы жиынға келмеген еді. Бату оны өз орнында қалдырған тұғын. Ойындағысы шықпай қол құр келген Батуға Сүбедей: «Сенмен бірге менің де баруым керек еді», деді. «Жарайды, оқай емес. Бұл өзіміздің де қолымыздан келеді. Өзіміздің күшіміз аздық етеді. Біздің жауынгерлерді ұрыс үстінде бір көрсең ғой. Әрқайсысы оңға татитын нағыз көкжал қасқырлар». Бұған көп кешікпей Батудың көзі жетті. 1229 жылы Сүбедей Жайық пен Еділдің төменгі жағына жорық ұйымдастырды. Ежелгі дұшпаны саксендерге күйрете соққы берді. Жеңіліс тапқан саксендер пана іздеп Бұлғар патшалығына барды. Бұлғарлар оларға қолдан келген көмектерін ұсынды. Соның өзінде қақтығысқа шыдамай тағы қашты. Сүбедей мен Бату Еділ, Жайық бойын еркін жайлады. Бұл кез Алтын Орда деп аталған қуатты дала империясының іргесі қалана бастаған тұсы еді. Кейінірек ол ірі мемлекетке айналды. Қазір ел тыныш, жақын маңда жау жоқ. Жері бай, шөбі шүйгін, суы мол. Нағыз жері үйік дерсің. Жайлауы толған мал, суы толған бекіре балық. Бату ордасын Жайық өзенінің көз тартар әдемі жеріне көшірді. Кезінде жошы осы жерге әсем сарай салдыруды көксеген. Бұл арманын жүзеге асыра алмай кетті. Алайда сол жер жошы сарайы аталып кеткенді. Жошы сарайы уақыт өте келе сарайшық, яғни кіші сарай болып өзгерді. Батудың қазіргі ойы сауда өрісін кеңейтіп, ел қазынасына пайда келтірер істі жолға қою. Сауданың өрістеуіне маңайындағы бітіспес дұшпандары мүмкіндік бермей тұр. Оңтүстікте Жалал-ад-Дин, батыста Құтан хан. Оларға Батудың жалғыз өзінің шамасы жетпесі анық. Бұл екеуі тек Бату ұлысына емес, бүкіл империяға төнетін қауіп. Ақыры бірде олардың да кезегі келді. 1230 жылы Шормаған Оян бастаған үштімен әскер Жалал-ад-Дин иелігіндегі Персияға басып кірді. Бейғам жатқан Жалал-ад-Дин тойтарыс беруге дайын емес еді. Соның өзінде ол 1 жылға жуық уақыт бой бермей арпалысты. Жалал-ад-Дин жеңіліп, Күрдістанның таулы аймағына қашып тығылды. 1231 жылы сонда жүріп кездейсоқ бір қарақшылардың қолынан ажал тапты. Ол дүниеден өткен соң Оғыз тайпалары бытырап кетті. Бір бөлігі Сирия мен Кіші Азияға қарай қоныс аударды. Қалғандары Түркістанға оралып, моңғол хандарының билігін мойындады. Соғыс өрті Каспий мен Арал теңіздерінің аралығындағы жерлерді тұтас жайпады. Бұл аймақтың халқы бейбіт тірлік іздеп теріскейге тайман ығысып, Батудың иелігіне жетті. Бату оларды сыртқа теппеді, қайта құшақ жая қарсы алды. Жерде бөліп берді. Ру басыларын бауырына тартып өзіне жақындата түсті. Ендігі қауіп тек батыста ғана. Кешегі күні жеңіліп, бас сауғылап қашқан дұшпан реті келсе, өш алуға дайын.
Сондықтан Саксин, бұлғар, қыпшақтар бірігіп соғыс ашуы мүмкін екенін Бату ойынан шығармады. Өзінің күші аз, ал ұлы ханнан көмек болмайтыны белгілі. Осыны ойлаған ол жорыққа жасақ жинай бастады. Бату әскерін Оғыз, Түркмен және Хорезм қыпшақтармен толықтырды. Оның тауының астына кіргісі келгендер күн сайын көбейе бастады. Сөйтіп, жауынгерлерінің саны 2 есеге артты. 1232 жылы Батудың 2 түмен әскері Еділ бұлғарларының батыс шекарасына келді. Олар тек өз айбындарын көрсетіп соғыспай кері қайтты. Артынша, Бату хан сансыз қол жиыпты. Бас қолбасшысы атақты Сүбедей Баһадүр екен деген сөз бүкіл елге тарады. Қыпшақ даласында Сүбедей ақсақ барыс атанған. Бұл аймақта оның даңқын білмейтін жан жоқ. Сөйтіп сөзсіз батырмен қақтығысқа барғысы келмеген көршілер аяғын аңдап басатын болды. Бату ұлысында алаңсыз өмір басталды. Осы кезде арабшадан хабар келді. Бату оны өлдіге санап жүрген. Сөйтсе ол амалын тауып саудагер кейпінде бұлғарлар мен қыпшақтар арасына өтіпті. Жаушының бар айтқаны осы. Бату соның өзіне қатты қуанды. Ең бастысы, арабша тірі екен. Қара арғымақтың ізі қайдан шыққанын Бату іштей сезді. Ұмтылғандай болып іште бұғып жатқан қанды кек қайта бойын кернеген Бату дереу батысқа жорыққа аттануды ойға алды. Алайда осы кезде Сүбедейге елдегі ағасы Шаурханның қазасы жайлы хабар жетті. Жорық кейінге қалды. Бату бас қолбасшыны шығарып салып тұрып, «Тезірек орал, Сүбедей Баһадүр» деді. «Ұлы ханнан бұлғарлар мен қыпшақтарға қарсы аттанатын әскер сұрамақпын. Біз қолдағы бар күшімізбен оларды шегіндіреміз ау, бірақ түбегейлі жеңе алмаймыз. Мен осыны айтып көмек сұраған едім, бермеді ғой. Енді мен сұрап көрейін». Үгедей әкесінің кешегі үзеңгілес серігіне жоқ дей алмады. Ол әр отбасының үлкенін әскер қатарына алып жасақ жинады. Жиналған қолды Сүбедейдің қарамағына берді. Алайда ұлы хан Сүбедейді бірден жібермеді. Әуелі Қытайға жорыққа жұмсады. Жалғыз көзді Баһадүр жолындағысын бірінен кейін бірін шайпап жапырып, үлкен жеңістерге жетіп, Цзин империясының астанасы Кайфенді басып алды. Сол жерден Сүбедей құрылтай болғалы жатқан ұлы ханның ордасына қайтты. Құрылтай 1235 жылы Онон өзенінің бойында өтті. Онда 4 бағытта бірден жүргізілетін жорықтар жайы талқыланды. Осы 4 бағыттың бірі батыстағы бұлғырлар мен қыпшақтарды бағындыру болды. Құрылтайдың соңында ұлы хан Үгедей батыс жорығы басталатын жариялады. Бас қолбасшылыққа Батуды бекітті. Ішкі ордадан өз түмендері мен Төлемен Құлна хан және Күйік Мөңке, Бандар, Бөрі ханзадалар қатысатын болып шешілді. Келер 1236 жылы олардың түмендері Каспийдің солтүстігіне келіп тоқтады. Сөйтіп, жайық бойында 40 күндей тынықты. Ал бұл кезде Бату ұлысына әскерге сарбаздарды алу науқаны жүріп жатты. Жиылған жауынгердің есебі жоқ. Олардың денін негізінен жергілікті түркі тектес рулар құрады. Батыс халықтары бұларды кейін татар атап кеткен. Бату ең алдымен жайық пен Еділ арасын түгел бағындырды. Бұлғарлар жылға жуық жан аяспай қарсыласты. Бірақ көптің аты көп, ақыры бұлғарлардың тоз-тозы шықты. 1237 жылы Еділ бұлғарларының астанасы Бұлғар қаласы құлады. Олардың көшпенді бөлігі Құтан хан иелігіндегі кең далаға қарай босты. Ал қалалық отырықшылар орыс жерін беттей қашты. Орыстарды паналағандардың көпшілігі ұлы князь Юрий Всеволодович басқарып отырған Владимир князьдігіне қоныстанды. Сүбедей әскери кеңесте бытырай қашқан бұлғарларды енді қайтып бас көтере алмастай ету керектігін айтты. Бұған ешкім қарсы болған жоқ. Дегенмен, екі бағытта бірдей жорыққа аттану оңай емес. Алайда ойламаған жерде мұның да ыңғайы келе кетті. Жазға салым Бату ханның ордасына Аңсар ханзада ат басын тіреді. Ол Тоқсоба руының ханы Аққұбыл мен Дурут руының ханы Құтан арасында жанжал шығып, соның кесірінен Дешті Қыпшақтың батыс бөлігі өрт құшағында екенін, өзі соған көмек сұрап келгенін жеткізді.
Аңсар Аққұбылдың інісі. Оны мұқият тыңдап шыққан Бату: «Жақсы», деді сенімді дауыспен. «Біз сендерге қол ұшын береміз, бірақ сендер де бізге болысасыңдар». Аңсар бізден қандай көмек болуы мүмкін дегендей Батуханға сұраулы жүзбен қарады. «Адамдарға азық, аттарға жем-шөп керек. Бұл оңай шаруа». Аңсар бұл істі қазір-ақ тындырып тастайтындай маңғаздана қалды. «Егер қазір шықсақ, Кавказға дейін адамға да атқа да азық жетеді. Ол жерлердің шөбі мол әрі шүйгін. Өтірік болса, Сүбедей Баһадүрдің жүріп өткен жолы ғой, айтсын». Сүбедей ырғалана бір қозғалып: «Құтанхан ақымақ емес. Мұның бәрін ол да біледі. Біздің жақындап қалғанымызды естіген бойда жолымыздағы шөп біткеннің бәрін дерлік өртеп, тұяқ қалдырмай қуып кетпей ме? Дегенмен қақаған қыста бұл қолынан келе қоймас». Аңсар сәл ойланып отырып: «Мұның дұрыс», деді. «Құтанханға бүкіл түменмен барудың керегі не? Оған жарты әскеріміздің де шамасы жетеді. Қалғанымыз орыс қалаларына қашып тығылған бұлғарлардың соңына түсейік», деп Бату қымызынан бір ұрттады. «Бізге жол білетін адам керек. Ондай кісі табыла ма? Орыс қалаларына мен өзім де талай барғанмын», деді Аңсар. Батудың әскері 1237 жылдың күзінде Еділден өтіп екіге бөлінді. Мөңке мен Төленің түмендері солтүстік Кавказға бет алды. Ал Бату мен Сүбедей орыстарды паналаған бұлғарлардың ізіне түсті. Батпақты орыс жермен жол шегу атты әскерге қиын тиді. Бірақ күн суытысымен жүріс жеңілдеді. Сол жүргеннен жүріп отырып, Бату мен Сүбедей ең алдымен Пронскіге келіп жетті. Бұл үйлері де бекіністе ағаштан жасалған шағын қала екен. Қақпасын ашып, соғыссыз берілсін деп елші жіберіп еді. Бұған олар келіспеді. Сонда Бату қаланы күшпен басып алуға әмір етіп, шағын қол қалдырды да өзі жорықты әрі қарай жалғастырды. Қала халқы әскердің кетіп бара жатқанын көріп әбден масайрады. Біреулері бекіністің үстіне шығып жұдырық білеп, сұс көрсетіп жатты. Бірақ бұл қуаныштар ұзаққа созылмады. Пронск қаласының берілгені жайлы хабар жеткенде Бату әскері Рязанның тұсында болатын. Бұған Сүбедей елең етпегенмен, алғашқы жеңісіне Бату кәдімгідей желпініп қалды. Бірақ қалада азық түліктің аз екенін естіген ханның көңілі су сепкендей басылды. Енді мұны Рязандық князьдерден алуы тиіс. «Орыстарға елші жіберу қажет. Әскерге азық түлік берсін». «Батухан», деді Аңсар, «Рязан князьдерін мен жақсы танимын. Талай бірге тойлағанбыз. Рұқсат етсең барып сұрап көрейін». «Сұрап?» Күйік ханзада ызалана жалт етті. «Біз мұнда сұрауға емес, алуға келдік». Аңсар мойнын ішіне тығып үндемей қалды. Тәкаппар күйік оған сұстана қарағаны болмаса, басқа ештеңе демеді. Аңсар осы қарастың өзінен бір түрлі сескеніп тұр. Үнсіздікті Бату бұзды. «Ит қара, Рязанға бар. Орыс князьдері қолындағы барының 10-1 бізге берсін». Қала Ока өзенінің жағасына салыныпты. Айналасы мықты ағаш дуалмен қоршаланған. Келген жау жүре алмасын деген амалдар болу керек. Қоршау төңірегіне су төгіп, көк мұз қылып қатырып тастапты. Жанына 2 сарбаз ертіп, Итқара қалаға қарай жүріп кетті. 2 серігі өткен жерлерінің бәрін қалт жібермей бақылауға тиіс болды. Олар бекіністің іргесіне тақағанда қақпа ашылды. Қақпа аузынан жирен айғыр мінген темір сауыты бір батыр қарсы алды. Бұлардың тек Рязан князьмен сөйлеспекші екенін білген соң, атының басын қала ішіне қарай бұрып, алға бастады. Қала іші абыр-сабыр. Халық қорғанысқа дайындалып жүгіріп жүр. Көше бойындағылардың 2 көздері осыларда. Итқараның байқағаны, еркектердің кигені кілең шолақ тон, аяқтарында шоқай, сауыты барлар бірен саран. Дені балта, байза не сорайған қылышпен қаруланға. Бір жерде қыпшақтар мен бұлғарлардың салтатты тобы ұшырасты. Бәрі жауға қарап тұр. Бір уақытта бұлар үлкен сарайдың алдындағы таспен өрілген алаңқайға жетті. Алаңның сол жағында алтын жалатқан күмбезі күнмен шағылысып шіркеу тұр. Сарайдың алдынан келгенде әлгі қарсы алушылар батыр аттан түсіңдер деді.
Сол кезде шіркеуден етегі жерге сүйретілген ұзын қара шапанды дінбасы шықты. Қолында түтіндеткен аспалы темір ыдысы бар. Ол қоңыр даусын соза әнге ұқсаған бірдеңе айтып бұларды айналып шықты. Содан кейін барып сарайға қарай ертіп жүрді. Бұл кездегі Рязань князі Юрий Игоревич болатын. Ол арқалығы бар. Оюланған биік ағаш орындықта отыр. Екі жағына Пронск, Муром, Коломнадан көмекке келген князьдер жайғасқан. Боярлар мен әскербасылар қабырғаға тақай қойылған сәкіде отыр. Итқара етігін көрсеткісі келгенде алшаңдай басып ағаш еденді тоқылдатып бірден кең бөлменің ортасына барды да белін таянып тұра қалды. Иілуді де қажетсінбеді. Князь Юрий, Сайынхан Бату саған қолыңдағы бардың оңнан бірін берсін дейді. Даусы саңқ-саңқ етеді. Итқараның айтқанын тілмаш аударып берген кезде Юрийдің өңі қарауытып, қабағы түйіліп кетті. Қолындағы асасымен еденді тарс еткізіп бір қойды. Даусы да қатты шықты. Бізді қырып салсын, сонда ғана тілегенін ала алады. Юрий енді дұрыс айттым ба дегендей жандағы князьдерге қарады. Олар құптайтынын білдіріп бастарын изеді. Боярлар шулап кетті. Кейбіреулері орындарынан атып тұрып, елшілерге жұдырықала ұмтылды. Бірақ манағы ертіп келген батыр олардың алдын кес-кестеп жібермеді. Сосын елшілерді тез сыртқа алып шығып, қақпаға дейін шығарып салды. Итқара Рязань князінің берген жауабын ондағы болған жайды айтып берді. Екі сарбаз көргендерін баяндап шықты. Жай сөзге түсінбесе соғысамыз, деді Бату нығарлап. Шайқас алдындағы түнде Батудың жорық шатырында нояндар мен қолбасылар бас қосты. Сүбедей оларға қысқа-қысқа бұйрықтар беріп, бәрін қостарына қайтарды. Соңында өзі Батумен оңаша қалды. Не ойлап отырсың, Сайынхан? Менің сұрағанымды бермей отырған орыс князьдері ертең жұрдай болып, қолындағының бәрінен айырылатын шынымен түсінбей ме? Олар біздің бетімізді қайтара алатынына сенімді ғой. Ал шынында өздері жөндеп соғысуды да білмейді. Ертең көресің, бір соққаннан ақ тымтырақ қашады. Мезгіл қыстың басы. Күн суық, қалың болмаса да жерде қар бар. Рязандық әскер негізінен жаяу жауынгерлерден құралған. Қару жарағы да оңып тұрған жоқ. Сүбедейдің бұйрығымен моңғол атты әскері қарды бұрқыратып қатқан жерді дүрсілдетіп лап қойды. Дауылпаздар соғылып, тас атқыштар мен қалқанды арбалар іске қосылды. Шабуыл басталып кетті. Мына көрініс орыстарға ақ тұманның арасынан құбыжықтар қаптап шыға келгенде елестеді. Тәжірибелі қолбасшы айтқандай, олар алғашқы сәтті-ақ улап-шулап қаша жөнелді. Бас сауғалап қалаға кіріп тығылды. 5 күн дегенде моңғолдар Рязанға басып кірді. Юрий Игоревич шайқаста ажал тапты. Тірідей қолға түскендерде есеп жоқ. Алаңқайда иіріліп тұрған тұтқындардың арасынан Итқара алдыңғы кездесуде өздеріне араша түскен батырды жазбай таныды. Бату хан, өткенде бізді аман алып қалған мына батыр. Бату Итқара көрсеткен жауынгерге қасын керек қарап. Адың кім сенің, деді. Князь Олег. Лақап атым Красный. Тұтқын түркі тілінде сайрап тұр. Сен біздің тілді біледі екенсің ғой. Бату таңданысын жасырмады. Онда менің тілмашым боласың. Итқара оның қолын байлаған арқанды қиып тастап алаңнан алып кетті. Ертеңнен Бату әскері Владимирге бет алды. Қалың қолдың ит тұмсығы батпасының орманды жағалап келе жатқанына бірнеше күн. Түнерген орман оның мүлгіген тыныштығы әлдеқандай бір қауіпті бүркеп тұрғандай әсер етеді. Түнге қарай қар жауа бастады. Жапалақтаған мамық ұлпалар төңіректі бір демде ақ көрпеге орап тастады. Бату өз шатырында жатыр. Көзі ілінер емес. Бүгінге дейін жолында жөнді қарсылыққа кездеспепті. Ақылы кемел басшы да көрмепті. Не халқына қорған болуды, не мемлекетті жөнді басқаруды білмейтін не қылған адамдар бұлар. Бату осыларды ойлап жатып, талмаусырап ұйқы құшағына беріле берді. Таң атысымен қалың қол қайта қозғалды. Түмен-түмен болып шұбалап келе жатыр. Ең соңында жүк артылған арбалар, тас атқыштар.
іркес-тіркес ұштасқан орманда қапталдасып қалар емес. Түске таяу ешкім күтпеген тосын уақиға болды. Әскер келе жатқан жолға қарай қиысып бөлектеу тұрған бір шоқ қарағай көрінді. Алайда оған көңіл бөлген жан болмады. Шегі жоқтай көрінген орманға қазір ешкім назарда аудармайтын. Оқшаулана өскен тоғайдың тұсынан бұлар түгелге жуық өтіп болған. Арттағы жүк арбалары сол тұсқа іліге бергенде мүлгіп тұрған шоқ орман дүр сілкінді. Дүр сілкінгені сол, оның ішінен 500-дей қарулы жасақ шыға келіп, қалың қолдың құйрығына лап қойды. Тұтқиылдан ат қойған жаудың мойы арбаларды бөліп алу екен. Бірақ қаптаған қалың әскер мүмкіндік бермеді. Ат бастарын кері бұрып үлгірген мың сан сарбаз жан жақтан қаумалай шауып бір демде жаудың біразын жайратып салды. Жарымына жуығы тірідей қолға түсті. Батудың алдына олардың басшысының өлі денесін әкелді. Қолға түскендер оны Евпатий Калаврат деген баяр деп танытты. Бату мынадай батыл қимылға бастап жүрген ер жүрек батырға іште риза еді. Ол өлімге мойынсұнып үнсіз тұрған тұтқындарға қарап: «Сендер боссыңдар. Майданда көрсеткен ерліктерің үшін жазаламаймыз. Енді қайтып өздеріңіз соқтықпасаңдар, біз сендерге тиіспейміз. Ал мырзаларыңды дұрыстап жерлеңдер», деді. Ханның шешіміне бәрі таң. Әсіресе іштей өмірлерімен қоштасып қойған тұтқындар көздері жыпылықтап, сенер-сенбесін білмей мелшиіп тұр. Батудың арқасында ажалдан аман қалған олар жат жерлі қайырымды әмірші жайлы көргендерін жүрген жерлерінде айта жүрді. Бұл кешікпей бүкіл орыс жеріне тарап кетті. Бату әскері Коломна қаласының үстінен шықты. Ұлы князь Юрий Всеволодович жіберген көмекке сүйенген қала қорғаушылары қақпаларын ашпады. Бату қала іргесіне Шыңғысханның кіші әйелі Құланнан туған Құлна ханды қалдырып, өзі негізгі күшпен Москваға қарай жылжи берді. Ол бұл қалаға 1238 жылы келіп кірген еді. Филипп Нянька бастаған москвалықтар барын салып қарсыласты. Бірақ олардың тойтарысы ұзаққа бармады. Бату әскері көп күш жұмсамай-ақ қарсыластарын быт-шыт қылды. Түн жарымында Батуды жаушы оятты. Қиян-кескі ұрыспен Коломна қаласы алыныпты. Ұрысқа тікелей өзі араласқан Құлна хан қаза тапқан екен. Қаралы хабар лезде тарап кетті. Оң аяғынан ақсаңдай басып шатырға сүбедей кірді. Оның артынан басқа нояндарды келіп көңіл айтты. Іші өртеніп бара жатқанымен Бату сабыр сақтап сыр бермеді. Соғыстың аты соғыс. Өлім жітім болмай тұра ма? Бату осы ойға табан тіреп, өзін өзі жұбатқысы келгендей, маздай жанған отқа қарап үнсіз отырды. Құлна ханды жерлеп, азалы күндер өткен соң Бату дереу Владимирге аттанды. Тезірек қанды қанмен жуып, алай-дүлей ішкі сезімін басқысы келді. Осы ойын сезгенде ұлы князь Юрий Всеволодович Новгородтан көмек сұраймын дегенді сылтауратып қаладан қашып кетіпті. Мына масқараны естіген Батудың таңдан басқа шарасы жоқ еді. Намыстан жұрдай орыс князінің қылығы оған мүлде түсініксіз. Ертең халқының бетіне қалай қарамақ? Онда ит өмірден өлім артық емес пе деп ойлады. Бату бұрындайды шақыртты. Ол босағада күтіп тұрғандай лезде кіріп келді. Тізесін бүгіп тағзым етті. Бату жұлып алғандай: «Юрийді қуып жет, қашқын жазасын тартуға тиіс», деді.